аспаны. Сіздер соңғы 3 жылдықта деп айтайын, Құдай көп көрмесін, сол Қазақстанның үлгілі семьяларының несі болып жүрсіздер ғой, үлгісі болып жүрсіздер ғой. Номер один. Қандай болу керек, қалай бір-бірін сыйлау керек, әкенің балаға деген, баланың әкеге, анаға деген құрметін көрсетіп жүрсіздер. Өте қатты. Сіздердің семьяларыңыздың осылай берекесін, ұйымшылдығын бізге берсін. Сол Абай ағаға сөз кезегін берейік. Қандай қылып? Үлкен болды тыңдаймыз қазір. Сымбат қызым, туған күні құтты болсын. Кешелден бастап айтты. Аллах тағалам ұзақ өмір берсін. Құдай қаласа салиқалы ұрпақ насып етсін. Гүлді су құйып әбден өсіріп, неғылып енді гүлін беріп жатқан кезде оны жыл болса қалап отыр. Мысалға қыз бала сондай екен де жыл болып кеткен сияқты. Кішкентай ғой бізге. Киіттікке дайын емес деген. Аллаға шүкір, тойдан кейін де біраз сырттарыңызға қараймыз. Құдағай өзіңіздің қызыңызды бауырыңызға басып білмегенін үйретіп жатсыздар. Сымбат маған әлі кішкентайда біз сені жақсы көреміз, Сымбат. Ата-ананың тілегі всегда тек қана енді баласын жақсы болсын дейді ғой. Алға қойған мақсаттарыңды нық қылып. Сымбат негізі саған қандай сыйлық болса да саған жарасар. Әңгіме ол сыйлықтың көлемінде емес, әңгіме көңілде. Цепочкасымен қолын жоғалтып алады ғой, бассейнге барған кезде. Bunu kaptır dese. Хороший сөзін айтма. Buralardan olup hadi sonunda bozulmadı. Tabii oldu söz. Taktı. Енді ойнап сөп шықсын жақ тағды. Енді не yaptı? Қол алған енді. Күйеуі бақытты болыңдар, сендерге бар бастық тілеймін. Қатты жақсы көремін, қатты сыйлаймын. Сендер қатынасың барына қуанамын қатты. Сол қатты жақсы көремін. Барына қатты шүкір, рахмет, барлығына. Сол қатты жақсы көремін, махаббатын жүремін сағатым. Білесің ғой, всегда айтып жүреміз, орындарың өз үшін бөлек. Мен өз сіңілдерімді қалай жақсы көрсем, сендерді дәл солай жақсы көрем, ешқашан бөлген емеспін. Енді сен қазір басқа әулеттің келіні болсаң да біздің үйдің қызысың, біз сен үшін всегда қасыңдамыз. Сен не жасайын десең де біз сені всегда қолдаймыз, соны біліп жүр. Енді көріп жүр ғой, ол жаққа барып та сен өніп атсың, өсіп атсың. Ата енеңе рахмет, сені осылай жарқыратып, күшті қылып алып жүргеніне. Сол туған күнің құтты болсын, жылдан жылға осылай көбеймесек, азаймай, иншалла осылай бірге барлығымыз күшті қылып тойлап жүре берейік. Ағаң екеуміздің атымыздан кішігірім сыйлығымыз бар. Енді сенің тойыңда үлкен ағаң мен жеңгең саған күшті қылып браслет берген болатын. Сонымен бірге комплект болсын деп біздер концерт жасаймыз. Размер келе қалса, кемінен көресің, размер солай дейді. Ал өлең артынша, өлең аты өлем дейді ғой. Сразу распаковка жасайық па? Тамада таңға берсаңыз да, сұқты алыңыз деп кешірдім десең. Кешірдім десең. Ал көре алмағандар қозылықпайды дейді, сонымен қозылық. İçine ақша толы болсын. Сен де жаным, ең жақыным. Мен уже жылайын деп отырмын. Ең бірінші мамаға рахмет, маған сен сияқты сіңлі туып берген.
қандай жағдай болса да сен всегда поддержкаңды беруге, даже кейде мен сен апам сияқты болып кетесің да, маған шынымен де жетпей тұрған ойды жеткізесің. Кішкентай кезіңнен бері енді қасымдасың ғой. Сол кезден бастап кішкентай кезіңде де поддержкаңды беріп, барлығын андай көңілімді аулап, сен сондай қасиетіңді қатты бағалаймын да. Қасиет себебі кез келген адамда жоқ, мысалы менде жоқ. Сеземін да осы көңілің жоқ болса да сен біреуді қуантуға первый жүріп қоясың да. Менен де даже бірінші орамалға келді, сен үйренетін көп болды, сен үлкен мотивация болдың да маған. Керісінше сен маған қарап ой түсудің орнына, мен көп заттарға саған қарап ой түсетін. Қолыңнан барлығы келеді, өте ерекшесің, харизмаңның өзі қандай, дауысыңның өзі қандай, мінезің көркем мінезді, ешкімнің көңіліне келіп, бетінен жумайсың. Сен дәл осы күйіңмен біздің жүрегімізден ойды бойын алысың. Осындай ерекшелігімен барлық сенде бар кәсіптердің барлығымыз бағалаймыз. Сенің отбасың қатты жақсы көреді. Біздің саған кішігірім сыйлық Ақтаудан арқаланып келген. Сенде барлығы бар ғой. Сол үшін саған деген жылан жылына, сенде жылан жоқ деп, жылан алып бердім. Бізге той өтті дейсің, иә? Күшті бол. Алдыңғы жыл бола жасап беттім бейтін туған күні. Қапа балыққа жоқ бен, бола уақытан үшінші қапа күшті қылып отырасыз. Сендер олмасында настроением шығып қалады. Сол жылдан жылға әйтеуір туған күнге жете бер, өмір жасың ұзақ болсын. Мұстафамен бақытты бол, жасты болсын да басып өлесіңдер ғой әйтеуір. Қайда болсын да аман жүріңдер, осы ата-аналардың алдында аман болыңдар. Жаным, сен осындай қала берші, тіпті айтамыз ғой, болаға дейін айтады ғой маған ше. Өзім күйеуім негізі әр нәрсеге мән бере бермейді, бірақ сенбеген. Сенбей солай жүре берсе екен дейді, потому что шынымен қуанады да оның осылай секіріп қуанғанына. Біз істей алмайтын затты шын жүрегімен көрсетеді ғой, біздің де жүрегімізде бар ғой, біз де секіріп қуанғымыз келеді, біз де ойнағымыз келеді, бүйтіп майысып билегіміз келеді, иә. Бірақ оны біз шығарсақ, мә, мына Мұстафамен сенбей дейтін Алматыдан танхаус алыпты. Мына екеуі делік алыпты. Мына екеуі не істеп отыр, завод шығарып отыр ма? Айнаманың батасына дейтіндей жағдайға жетіндер, иншалла. Алла бұйырса, Мұстафа екеуі тұрса қасына. Мұстафаға дейін мағанды байқадыңдар ма? Мұстафа басында бет сүйеу деп ол жерді тұрғаны. Бүгінге біз де жетейік, сондықтан барлықтарыңыздың отбасына осындай келім бұйырсын! айтып едім ғой алдында видеомен. Нені? Керек емес деп. Енді керек емес деп, керек етеді кеттік. Бір жаққа денеп жатыр. Мен неге денегенімді білмеймін. Бірақ қашан Айда енді алдыңғы жыл сізде той томалақ өткізген жыл болды, биыл саяхаттайтын жыл болды. Ай, ашсын да бір. Тұрып кеп атқасы көрейік та бір. Саяхаттай не көрші? Кроссовка шығару. Аш. Білмегенде ашшы. Үлкеннен баста. Үлкеннен сен аш, кішкентайын сен аш айналайын. Бұл жерде менің сенің жоқ енді айналайын. Орта. Ona göre yol bir algasın, sen yeri yediyor. Bayıldıysan, altın kapılar kalmadığını sanırım ki kapattırıyor. Yani sen bir gün için naziklikten simvolu diye ayttım. Osundai nazik, osundai simvolu. Tek vakıfın seyahat olmayı düşünmüyorsun. Doğrusu енді саяхат олар бұйырса береді. Всегда айтамын, өте қатты сені жақсы көреміз. Өзіміздің сіңіліміз сияқты. Мен барған кезде сен болмасаң біртүрлі күн жоқ сияқты, настроение жоқ сияқты болады. Бұл барған кезде сен бе алдынан жүгіріп шығып, аха деп жүрдік. Сен тұрмысқа шыққаннан кейін бір рет бардым.
жоқ, бұрынғы аура жоқ. Шынымен сенбей кеткеннен кейін бұрынғы күліп жүрген, сықылдап, еркелеп, алдынан жүгіріп шығып, үйдің аурасы болады ғой, сол кетіп қалған екен. Сосын Инстаграмға кіріп қарасам, ол күн, ол аура Ахмадова көтерген бет қалыпты. Сол жақта жарқырап жүрсеңші. Шынымен енді не істеген емес, сіздердің де семьяларыңыз өте керемет. Бірақ айту керек, сенбей барған соң екі есе жарқырап, екі есе аураларыңыз кеңейіп, көңіл-күйіңіз шынымен өте мен мысалы өзімнің келін болуыма 5 жыл болса да, сенбеудің 5 ай опытынан үлгі аламын. Енені сыйлау, абысынға құрмет көрсету, жаңағы барлығын өте керемет көрсетіп жатсың. Шынымен оның барлығы бірінші әкеңнің, анаңның, әпкеңнің тәрбиесі деп ойлаймын. Сен асыл тасқа теңе өзің. Ең қымбат асыл тас сол түбінде жатыр дейді ғой. Сен сондай керемет қымбат асыл тассың да, адамдардың қолына бұйыра бермейді. Сол үшін саған өзің сияқты асыл тас Сваровскийдан саған Камера официально ашып қалатын вау. 2 жыл бойы тасы түссе тегін ауыстырып бере береді екен. Молодец.